Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бір керемет пайдалы маскамен бөлісемін. Ол маска неге пайдалы десеңіздер, видеоны соңына дейін толық қарап шығыңыздар, өйткені арасында мен сіздерге еще лайфхактармен бөлісетін боламын. Ал біздің бүгінгі тақырып ол шаш күтіміне арналады. Шашты қалай 2 есе тез жылдам өсіруге болады және қалай қалыңдатуға болатын жолдарымен бөлісемін. Егер сізге осындайда басқа пайдалы ақпараттар қажет болса, ең алдымен менің каналыма подписка жасап, лайк қойып кетіңіз. Сол кезде менен жаңадан салынған видеоларды, жаңадан салынған маскалардың түрлерін жоғалтып алмайсыз. Сіздің маған деген сұрағыңыз болса, комментарий бөліміне астына жазып кетіңіз. Жауабын мен сізге видео ретінде түсіретін боламын. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаймыз. Қалың және жылтыр шаш әйелдерден бөлек ер адамдардың арасында да сұраныста. Ең алдымен шаштың түсуінің себептерін анықтап алу қажет. Көп жиі кездесетін шаш түсуінің жолдары ол емізулі аналарда, экологиялық біздің организміміздің справляция ете алмауында, ол тұқым қуалаушылық, ол стресс, күйзеліс, яғни ұйқы қанбау, бірдемеге көп ашуланып, көп уайымдау, не болмаса амин организмда жойылуы, медикаменттер, яғни дәрі-дәрумендерді дұрыс пайдаланбау себептерінен, дұрыс тамақтанбаудан, ағзаның өз жұмысын дұрыс жасамау себептерінен осындай шаш түсу жолдарына алып келеді. Шаш түсудің бір ауруы ол аллопеция деп айтылады. Егер сіздің шашыңыз өте көп мөлшерде түсетін болса, ең алдымен сізге трихолог маманына жүгіну керек. Ал трихолог маманы дегеніміз ол шашты емдейтін дәрігер. Яғни сіздің шашыңыз өте қатты мөлшерде түсетін болса, міндетті түрде трихологқа жүгінесіз. Ол кісілер анализ тапсыртып, сіздің қандай дәрумен жетіспейтінін, қандай ауруға шашыңыздың шалдыққанын айтып, сізге назначение беретін болады. Одан бөлек шашта үйде міндетті түрде үй жағдайында маскалар жасап отыру қажет. Шашты ең оңай және жылдам тез өсіретін ол бізде пияз. Пияздың құрамындағы элементтер шашты өсіруден бөлек ылғалдандырады және қалыңдатады. Табиғи жылтырлығын қалпына келтіруге тез-тез жылдам көмектеседі. Сіздер негізінде біле бермейтін пияздың құрамындағы элементтерді айтып өтейін. Пияздың құрамында минералдар мен кератин өте көп. Яғни минералдар біздің шашымыздың ылғалдығына жауап береді. Яғни шашыңыз сусылдап, табиғи жылтыр болып тұрады. Ал кератин өздеріңіз білетіндегідей жаңағы пористы дейді ғой, яғни былай воздушный ұшып тұратын шаштарды түзулейді, шашыңыздың чешуяларын жинайды. Сол кезде шашыңыз табиғи сұлу, түзу және де тез өсетін және тез қалыңдайтын болады. Сол себепті пиязды міндетті түрде аптасына 2 рет бас жуатын алдында жарты сағат бұрын пайдалансаңыздар болады. Мен сізге оны қалай пайдалану керек екенін алмен қарай қарасаңыздар көрсететін боламын. Бұл біздің масканың жасау жолы өте оңай. Бізге қарапайым 1 штук пияз қажет және вазелин. Вазелин не үшін десеңіздер, пияздың агрессивті ащы болғандықтан вазелин оны кішкене жұмсартып, басымыздың құйқасы қатты қызарып, раздражение бермеу үшін сол үшін қосатын боламыз. Бұның бізге көп емес, бір жай ғана чайная ложка дейді ғой, шай қасық қолдансақ жеткілікті. 1 пияздың қабығын ашып, осындай майда өткізгіштен өткізіп аламыз. Ал кеттік бірге жасайық. Бірінші қабығын ашып аламыз. Сіздерге лайфхактың бірі, құр пияздың өзінен аптасына 2 рет басыңызды жуар алдында осындай бір жерін кесіп алып, шашыңыздың құйқасын жағып отыратын болсаңыз, ол да өте жақсы. Көз ашу уже басталды. Енді шыдаймыз, жарайды. Егер сізде блендер болса, блендерді өткізіп алған тезірек болады. Просто блендер барлығының үйінде бар деп айта алмаймын. Сол себепті өткізгіштен қарапайым жолын көрсетуді шештім.
шашты өсіруге болатын масканың екінші түрі ол күріш суы. Сізге қызық болса, мен каналымның астына ссылка қалдырып кетемін. Кіріп көрсеңіз болады. Мен ол жайында видео түсірген болатынмын. Күріш суы да шашты жақсы және тез өсіреді. Ал өткізіп болған пиязымызды сеткаға салып, соғын шығарып алу қажет. Егер сізде блендер болса, бұл одан да тез жасалынады. Осылай езу арқылы соғын шығарамыз. Дайын болған пияздың суына біз жаңағы вазелинімізді кішкене ғана салып ерітіп аламыз. Жақсылап араластырамыз. Сығып алған пиязымыздың суын осылай мақтамен шашымыздың түбіне жағып отырамыз. Байқаңыздар, көзіңізге ағып кетпесін, ащы болады. Сол үшін қатты батырмаңыздар, жартылай су болу қажет. Масканы жасайтын кезде алдын ала жасап алуға болмайды, өйткені бізге свежий сығылған су қажет болады. Сол кезде құрамындағы элементтер жойылып кетпейді. Менде мысалға осы жерде шаштар өте аз өседі. Сол себепті мен осы жерлерге көбірек қайта жағып отырамын әрдайым. Осылай басымызға толық жағып болғаннан кейін жарты сағат пакеттің ішінде ұстаймыз және өзіміздің су сабынымызбен жуып тастаймыз. Ал сіздерге қыздар көмек болсын, пайдан тисе астына жазып кетіңіздер.